Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Қазақстанның танымал жазушылары. Оқулықтың 94-95 беттері. Жақсы балалар, бірінші тапсырмада жауаптар мен өрнектерді сәйкестендіреміз. Сонда біз Қазақстанның танымал жазушыларының шығармаларын білетін боламыз. Келесі екінші тапсырма балалар, мәтін есепке қарайық. Ғаламтордағы поэзия сайысына қаланың 5 мектебінен 115 оқушы, ал ауылдың мектебінен 65 оқушы қатысты. Ауыл мектебінен 6 мектеп. Сонда сайысқа барлығы қанша оқушы қатысты? Ол үшін балалар біз қаладағы оқушылардың санын анықтап аламыз. 5 пен 115-ін көбейтіндісін есептеп аламыз. Және ауыл мектебіндегі 6 мектептен 65 оқушыны көбейтіп анықтап аламыз. Сонда сайысқа барлығы 965 оқушы қатысты. Жақсы балалар, келесі үшінші есепке қарайық. Мәтін есепке қараймыз. Бірінші есептің асы. Әдеби кеш өткізілетін залды безендіру үшін 95 сары және 125 қызыл раушан гүл сатып алынды. Осы гүлдердің әрқайсысына 5 раушан гүлдерін топтастырып, гүлшоқтар жасалды. Қанша гүлшоқ жасалды? Оны табу үшін балалар біз әуелі барлық гүлдердің санын анықтап алайық. Барлық гүл бұл жерде 220. Енді соны әрқайсысын 5-ке теңдей бөлеміз. Сонда 44 гүлшоқ жасалды. Келесі төртінші есеп. Бізге балалар оқулықта сызба берген, бағасы бар, құны белгілі, біз санын анықтауымыз керек. Және сол бойынша есеп құрастыруымыз керек. Олай болса балалар, мына бірінші үлгіге қарайық. Әсем дүкеннен 105 теңгеден 6 дана қойын дәптер сатып алды және 270 теңге тұратын альбом алды. Әсем осының барлығына 900 теңге төледі. Әсем қанша альбом сатып алды? Әсем бір альбом сатып алды. Алтыншы тапсырма күрделі теңдеулерге қараймыз. Күрделі теңдеуді шығару үшін әуелі қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Бірінші теңдеуге назар аударайық оқушылар. С мен 5-тің көбейтіндісі 65 пен 2-нің көбейтіндісіне тең. С мен 5-тің көбейтіндісі 130-ға тең. Бұл жерде белгісіз сан 26. Келесі балалар. 67 мен А-ның қосындысы 79 мен 8-дің көбейтіндісіне тең. Бұл жерде балалар 79 мен 8-дің көбейтіндісі 632-ге тең. 632 мен 67-ның айырмасы 565. Орнына қойып тексереміз балалар. Теңдеулерді толық шығарамыз. Келесі балалар оқулықтағы 95-ші бетке қараймыз. Ең соңғы есеп, 7-ші есеп, мәтін есеп. Асы. Мерекелік концертті 120 қыз және 180 ұл тамашалады. Олар әр қатарға 20-дан отырды. Қанша қатарға отырды? Балалар, бұл жерде барлығын анықтап алайық. Қыз бен ұлдың қосындысы барлығы бұнда балалар 300 адам келді. Бір қатарға 20 адамнан отырса, демек онда 15 қатар қажет. Келесі әсім. Бейшілер тобына қалпақ пен мойынорағыштан тұратын 12 жиынтық сатып алынды. Бір қалпақ 50 теңге, ал бір мойынорағыш 20 теңге тұратын болса, барлығына қанша теңге төлейді? Барлығына балалар 840 теңге төлейді. Балалар, біздің сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Каналға жазылуды ұмытпаңыз және жанында қоңыраушаны бас қойыңыздар.